Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен мамықтай жұмсақ, шабдалы қосылған пирог дайындайтын боламыз. Ең алдымен жұмыртқамызға қантымызды қосып, массамыз 2-3 есе ұлғайып, ағарғанша жақсылап миксерлеп аламыз. Жұмыртқалы массамызға сұйық майымызды, сұйық йогуртымызды және де ұнымыз бен қопсытқышымызды електен өткізіп қосамыз. Және миксердің көмегімен барлығын біркелкі болғанша жақсылап араластырамыз. Осындай қоюлықтағы масса шығады. Пергамент қағазы төселген формамызға массамызды құямыз. Бетін тегістеп, шабдалымызды турап, осылай қойып шығамыз. Менде консервідегі шабдалы жаңа піскен түрінде қолдансаңыз болады. Барлығын осылай қойып шығып, 180 градус қызып тұрған пеште 35-40 минут аралығында пісіріп аламыз. Пирогымыз піскенше 20% қаймағымыздың үстіне қантымызды салып араластырып дайындап қоямыз. Алдын ала дайындап қойсақ қанты еріп тұрады. Пирогымыз піскен бойда духовкадан шығарып, қаймақты салмамызды бетіне жағып шығамыз. Немесе жай ғана қант ұнтағын себуге де болады. Осы қалпында 1-2 сағатқа сіңгенше қойып қоямыз. Йогуртты пирогымыз мамықтай жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Астарыңыз дәмді болсын.